Саламатсыздарбы, құрметті оқушылар. Бүгін бізде биология сабағымызды бастамас бұрын балалар бір-бірімізге жақсы көңіл күймен сабақты бастау үшін тілек айтып жүреді. Келіп ортаға шыға қойыңдар балалар. Ортаға шатты шеңберін құрамыз. Шатты шеңберін құрамыз. Дөңгелен тұра қойыңдар. Дөңгелен тұрамыз. Шатты шеңберін құрамыз да бір-бірімізге жылдам бүгінгі сабаққа байланысты сәтті тілектерімізді айтып жүрейік. Бүгінгі сабағымыз сізге толы болсын. Бүгінгі сабақ жақсы өтсін. Күнің сәтті болсын. Бақытты болсын. Барлығымызға бүгінгі күн сәтті болсын. Сәтті болсын. Осы ашық сабақ жақсы болсын. 5-6 тіркес. Ашық сабағымыз көңілдірек болсын. Сәтті. Көңілдірек болсын. Бүгінгі сабақта жақсы сабақ. 5-ке оқы. Ой, рахмет. Жарайсыңдар. Ал енді орындарыңа отыра қойыңдар. Енді балалар, сабағымызды бастамас бұрын біз осы сыныптағы оқушыларды 3 топқа бөліп алайық. Келіңдер, мына жерде топқа бөлу үшін бізге мына қиынды қағаздар бар, түрлі түсті. Сол қиынды қағаздардан қайсы түс ұнайды, сол түсті алып ала қойыңдар, кел. Ал енді балалар, күнге қандай түс түсті? Қызыл топ. Қызыл топ бізде қайсымыз? Қолдарыңызды көтеріп жүрейікші. Қызыл түспен, иә. Жарайсыңдар. Олар бізде бірінші топ, үлкен мистің аралары. Топ дейсің. Жайғасып қойыңдар. Сары түс. Қайсы топ басты? Ол бізде мидың. Үшінші бізде ол жасыл түс, ол мишы. Әдемі қойып аламыз. Енді балалар, бұл енді топқа бөлінгендіктен біз не істейміз? Топ басшысын сайлап аламыз, иә? Мешіт тобында, мысалы үшін, кім бізде топ басшы? Арыстанбек, Аружан, отыра алады. Мына топта? Сырлыбай Майра. Сағындық Назым, үлкен мистің аралар тобында Сағындық Назым екен. Жарайсыңдар. Енді балалар, бұл жерде топ басшысы неге айтып жатыр? Топ басшысы топты білемде, топ ережесін есіңізге түсіріп жүрейікші. Топ ережесін не істеу керек еді? Тәртіп сақтау керек. Бір-бірін тыңдай білу керек. Топ басшысын тыңдау керек. Және бірлесіп жұмыс жасауымыз керек. Жарайсыңдар, жақсы. Енді топ басшыларына үлкен бір жұмыс атқаруға тура келіп тұр. Ол топ басшысы топтағы мүшелерді не істейміз? Бағалаған кезде алған бағаларын жеміс ағашына не істейміз? Бағалау парақшасына әкеліп, стикерге атын жазып, егер де жақсы жауап берсе, жасыл түсте, егер де сәл одан нашарлау болса, сары түсте, ал одан төмен болса, қызыл түстегі стикерді әкеліп, аттарын жазып, не істейміз? Жеміс ағашына жабыстырамыз. Қараңдар, бірінші, екінші, үшінші топ жазып қойдық. Түсіндіңдер ме балалар, иә? Жақсы. Келесі бізде енді үй тапсырмасы. Қазір бәріміз дәптерімізді ашамыз. Сөйтемізде балалар, дәптерімізді ашып, үй тапсырмасына берілген нұсқа бойынша тест тапсырмаларын орындап жібереміз. Мысалы үшін, мына 3 оқушымыз бірінші нұсқа болады, мыналар екінші нұсқа, үшеуміз бірінші нұсқа, екінші нұсқа, бірінші нұсқа, екінші нұсқа болады. Түсінікті ғой, ал жылдам жазбайсыздар, сөз жазбайсыздар, тек қана бірдің асыма, ысыма қандаймыз, оны белгілейміз. Ал кел, жылдам. Не бәрі, алтақ сұрам. Оқулықпен жұмыс жасаймыз. Оқулықта 169 бетті ашамыз. 169 беттегі екінші тапсырманы орындаймыз. 169 бетті ашып, екінші тапсырманы дәптерімізде жылдан орындап шығамыз. Ол жерде не көрсетілген бабар? Миды? Иә, міне. Ол жерде бізде сурет көрсетілген.
kaldı deyip mi bölümlerin yazıyoruz. Al endi nusxalarda hemen avsturlar. Жылдам bir-birini avsturamız. Dafterlerini avsturlar. Avsturup olduk balalar. Endi tekseremiz. Жылдам tekserip жүрейік. Көріп тұрма? Tekseremiz de қаншасы дұрыс, бұрысын жазып қоямыз. Şimdi top başçısına dafterlerini beri sallayalım. Oldu bak. Aha. Top başçısına dafterlerini beri oynar. Videonu koyduk ya, koyun gezdi biz. Ne duran koyduk? Mıydın kalay жұмыштасайды. Мый бізді қай жерімізде орналасқанын, ya, бас бөлігінде орналасқанын. Және тағы не көрдік? Тағы мен немен байланысып тұрғанын көрдік. Ау? Бұлшықеттермен байланыстан тағалар. Жолынмен бірігіп тұрғанын, ya, балалар. Мына, сонда бүгінгі біздің тақырыбымыз не туралы деп ойлайсыңдар? Мидың бөлімдері, ya? Ми және ми бөлімдері. Ол жерде үлкен мисың арқары ми бөлімдерін бүгінгі тақырыпта сабағымызда өтетікеміз, балалар. Бүгінгі сабағымыздың негізгі мақсаттары орталық жүйке жүйесі бөлімдерінің құрылысы мен қызметін салыстыру, оқу сабақтың мақсатына келетін болсақ, орталық және шеткі жүйке жүйесімен таныстыру, мидың құрылысы мен қызметін түсіндіру, мидың бөліктерінің қызметін анықтау және салыстыру болып есептеледі, балалар. Енді бағалау критерийіне келетін болсақ, балалар, орталық және шеткі жүйке жүйесімен таныстыру, бұл жерде мидың құрылысы мен қызметін түсіндіру, одан кейін бар мидың бөліктерінің қызметін анықтау және салыстыру болып келеді. Енді балалар, өткен сабағымызда мен сендерге осы орталық жүйке жүйесіне байланысты кішкене мәліметтерді жинап келіңдер дегенмін. Және де осы оқулықта тұрған материалды пайдаланып, қазір біз не істейміз? Постер құрастырамыз. Ол үшін бізге плакаттар керек. Одан кішкене ашып. Жарайсыңдар, бағана бірінші шапалып алған бізде үлкен мисыңар бар, ya? Кеңдер, үлкен мисыңар бары. Одан кейін бар. Мидіңі үшінші мышық болып айтылады. Нейрон саны 14-тен 18 миллиардқа дейін жетеді. Үлкен мисыңалар қыртыстың 3-тен 2 бөлігі болады. Үлкен мисыңалары төбе, самай, шүйде, маңдай болып бөлінеді. Самай бөлігінде есту аймағы орналасқан. Төбе бөлігінде және самайдың шеткі бөлігінде сезу және дәм сезу аймағы орналасқан. Болма, жарайсыңдар. Отыра ойындар. Келесі топ келдер. Плакаттарды ала салыңдар. Келin, şuradan.
салықми көпір сопақшамен төртке бөлінеді. Ортаңғы жарықпен елең етіп жылдам реакция көрсетуді қамтамасыз етеді. Ал аралық ми үлкен сыңарларының қыртысына барлық рецепторлардың қабылдағыштар да көру және есту, сезу, дәм сезу және тағы басқа импульстер келіп түседі. Сопақша ми бұл жолының жалғасы. Сопақша мидың төменгі шегі жіңішке, жоғарғы шеті жуандару келеді. Сопақша мидың затының ядросы көптеген рефлекстердің жоғары өтеді. Олар ас қорыту, қорғаныс, тыныс алу, жүректі қан тамырлары. Көпір бұл мидың көпірдің сілекей жас бездері мен шайнау жатады. Жақсы, жарайсың. Келесі топ, келе ойна. Қадақтан қаласыңдар. Кел, Аружан. Меншіктің заты жұмысшы суретті алмақ тәрізді болады. Меншіктің үш қабаттан тұрады. Сыртқа молекула және де ортаңғы галейдан тұрады. Олар жүлгелер мен сыңырлардан тұрады. Меншік дененің кеңістігіндегі тепе-теңдігін реттейтін және дене мүшелерінің қимыл қозғалыстарын үйлестіреді. Меншік өзара жалғасқан екі ми сыңарларынан құралған. Олар жүлгелер мен еріндер. Мидың бір бөлігі. Меншіктің ағзаты және сүр заты болады. Меншіктің мидың басқа бөліктермен байланыстырады. Ал сүр заты жұлдызша, себетше, алма тәрізді. Жақсы, жарайсыңдар. Отыра алыңдар. Отыра алыңдар. Отыра алыңдар. Жақсы, жарайсыңдар балалар. Кішкене бұл жерде толтырып кететін жағдай, ол екінші топта. Мысал үшін бағанағы екінші топ бізде ол мидыңы деп айтылады. Мидыңы бізде төрт бөліктен тұрады. Ол сопақша ми, көпір, аралық ми, ортаңғы ми деп айтылады. Ми бөлімдері бұл, мидыңы. Жалпы біздің балалар миымыз қанша бөліктен тұрады екен? 3 бөліктен тұрады екен. Ол үлкен ми сыңарлары, одан кейін мидыңы, одан кейін мишық. Түсінікті ғой, иә? Үлкен ми сыңарлары, ол үлкен басында мидың ең көп көлемін алады екен. Ал одан кейін бар ортасында бізде мидың орналасады, және мишық ол соңғы бөлімде орналасады екен. Жақсы, жарайсыңдар балалар. Сол бойынша топ басшылар қазір осы қорғаған екі оқушылардың есеміз бағалап стикерін жемсаға ашып оқулықпен жұмыс жасаймыз. Оқулықта 169 бетті ашамыз. 169 беттегі екінші тапсырманы орындаймыз. 169 бетті ашып, екінші тапсырманы дәптерімізде жылдан орындап шығамыз. Ол жерде не көрсетілген бабы? Мидың. Міне. Ол жерде бізде сурет көрсетілген. Осы жерде көрсетілген суретте біз нелермен көрсетілген, цифрмен, сандармен. Соларды анықтауымыз керек. Бірдегі ол не, екідегі не, үштегі, төрттегі, бестегі, алты деп ми бөлімдерін жазып шығамыз. Жылдам. Тапсырманы болса, кәдімгі көріп шығайық. Қазір бір оқушыны көріп шығайық. Бірінші тұрғанымыз ол біздің сопақша ми тексереміз барлығымыз. Одан кейін көпір, дұрыс. Одан кейін орталық ми, одан кейін аралық, дұрыс. Одан кейін бар бізде бесіншісі үлкен ми сыңарлары және алтыншы мишық. Егер де барлығымызда тура осындай болатын болса, онда бәрімізге жақсы деген баға қоямыз топ басшы. Барлығымызда сондай екен. Егер қате кетсек, қараймыз. Барлығымызда сондай ғой, иә? Топ басшылар бағалап жіберейік, жылдан. Келесі бізде сабақты қорытындылау мақсатында шұғылдық әдісі. Әр топтан бір оқушыдан шығамыз. Балалар кәм бірінші топта кім шығады? Кел, Ағызия, береміз. Екінші топта кім шығады? Кемдер? Айдана келі ғой. Мына жақтан кел. Майра. Кел, бол. Аружан кел.
қазір мен сендерге түсіндіріп өтейін. Мына жерде бізде сұрақтар бар. Сол сұрақтарды қазір мен цифрын айтамын, санын. Сендер не істейсіңдер? Сол цифрды табасыңдар. Кім бірінші ұратын болса, соған сол сұраққа жауап беру не істейді? Тура келеді. Ал енді қарап тұрамыз да шығынның қасына жақындаймыз. Төртінші сұрақ. Төрт. Айдана ұрып қойды. Ал енді сұрақты оқып жүрмедегі Айдана. Шүйде және самай бөліктерінде не бар? Сезу, есту, сезу, дәм сезу, көру секілді қасиеттері бар. Айдананың ойы. Дұрыс болып аласыз, жарайсыздар, қайтара қойыңдар. Келесі, тағы да үш топтан да бір оқушылар шығайын. Келіңдер. Кел. Мақұлбек, Нұрасыл, келі ғой. Мына жақта Аружан. Мына топта Аружан келі ғой. Келіңдер. Нұрасыл. Ашық екеу тұрғандар. Біреу құрамыз. Ал енді келесі сұрағымыздың номерін таңдаймыз. Сұрақ 2. Аружан үшін қойдым. Яғни ұқтап тұрсыңдар. Тез жылдам жұмыс жасаймыз. Екінші сұрақ бізде не дейді балалар? Маңдай бөлімінде не бар? Дейді, маңдай бөлімі. Бағана бізде постерде түсіндіріп өтті. Не бар еді ол жерде? Маңдай бөлімінде. Білек оқушыларымыз бар ма? Шыққан оқушылардан. Маңдай бөлімінде. Неге жауап береді маңдай бөлімі? Отырған топтар, осы үшінші топтың мүшелері. Кім жауап береді? Бар ма жауап беретін оқушылар? Жоқ па мына жақта? Майра. Маңдай бөлімінде ойлау мінез-құлық, мотивациясы, зейін қиялдау орталықтары орналасқан. Дұрыс айтасыңдар. Оп-оңай сұрақ екен, иә? Не істейді? Ойлау. Ойлау осы жерде орналасқан екен маңдай бөлімінде. Отыра қойыңдар. Келесі топта жауап беретін оқушыларымызды топ басшы бағалап жүрейікші. Жеміс ағашына қанша балл қойылды сол бойынша жеміс ағашына үйлерін бағаларын қойып жасырып. Алдыңғы тапсырманы жазып қойып, келіңдер топ басшылар. Бұл жақта Диана жауап берді бізде, Айдана жауап берді. Мына жақта бізде кім жауап берді? Аға не жауап берді, иә? Кел. Назым жабыстыра қойды. Топ басшылар, қастарына барып тұрыңдар, жылдам. Сөйтіп, кімде қанша стикер жиналысы? Сіз өз мүшелерімді қарап жүріңіз жылдам. Жинап алыңдар, бол. Кімде қанша жиналысы? Ага. Болса? Бірінші топ болған сияқты, иә? Қолын аласыз, қолын аласыз. Ал енді айтады, топ мүшелеріне қай оқушы қанша бар қойылады екен? Бұл кім? Сары стикерден 2 болды. Онда сары стикерден 2, жасылдан 1, әсем жасыл стикерден 1, сарыдан 1, Аружан сарыдан 2, қызылдан 1. Ал өзің мен жасылдан 2, сарыдан 1. Дұрыс. Енді отыра қойыңыз. Осы бойынша үйге тапсырма 41 және 42-ші параграф белгілеп аламыз. Және 172-ші беттегі бірінші және екінші тапсырманы келесі сабаққа орындап келеміз. Күнделікке жазып аламыз. Әркім өзі келіп, стикерлерін жеткі бастауына жапсырамыз. Бөліктермен терең таныстым, өте керемет сабақ өтті. Көп нәрсе білдім. Ұнады, барлығы түсінікті дейді. Мына жерде осы сабақтағы өткен өте жақсы түсіндім дейді. Барлық бөліктерді жақсы жеткілікті
жақсы жарайсыңдар білмеймін деген адам жоқ екен, оқшы жоқ екен. Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.